Жандарым, бүгін осында ерекше салма пісіріп жатырмын. Пісті сөндіруге болады деп ойлаймын. Қойдың еті, сүйек, перловка қостым, гречка қостым, помидор, жуаны осы сорпасына салып жібердім. Ешқандай жарғы жасаған жоқ. Бүгін осындай бізде пайдалы тағам. Астана 10 март. Күн біресе қар жауды, біресе бұрқасын болды. Енді күн басылғандай, бірақ жел бар. Желдің дауысын естіп отырсыздар ма? Ысқырып тұр. Аяз бар бүгін. Жоқ, бұрқасын бар екен әлде де меке. Бұл қала іші үйлердің арасында енді осында бұрқасын, далада тіптен боран шығар. Бас амандық болсын енді. Бірақ күн жарқырап шығып тұр енді, күн көктем ғой не дегенімен. Бірер күннен кейін күн жылына бастайды. Шыдаймыз. Әр күніміз өміріміз. Соған осы күнді көріп жатқанымызға шүкіршілік айтамыз. Күн жарықты қысқырып тұр, неке мынадай салма. Розмарин қосып жүрген манау, укроп. Осындай салма. Өте пайдалы, қойдың еті. Қойдың кепкен етінен жасалған салма. Перловка, гречка. Айтпақшы, осыған құрт пен айран қосып жерсең, кәдімгі наурыз көже болып шығады. Наурыз көже жасаймын уақыт келгенде. Салманы жақсы көретін менің әпкем ғой. Әпкем қуанатын болды. Салма көп ішпеймін. Мынадай тарелкаға құйып жатырмын. Мынандай жайпақ тарелка. Керемет екен, салма ішуге болады екен мынадай тарелкамен. Так, сұйығынан қосайық. Осы маған жетеді деп ойлаймын. Салма ішпейтін адаммын деп 2 тәрелке салма іштім. Шынымен өте дәмді болды. Негізі маған артық салмақ тастау керек, осындай пайдалы тағамдар жеу керек бойымда. Кеше кепкен нан алғанмын. Осындай кепкен нан салып жерсеңіздер тіптен керемет болады. Артық салмақ тастайсыздар. Әрі ағзаға өте пайдалы, нәрлі тағам. Шын айтам, мен салманы көп ұнатпайтын адаммын. Мына салма шынымен тіл үйрерлік дәмді болды. Керемет дәмді, пайдалы тағам. Бәрімізге ас болсын. Видеоны қараған болсаңыздар, сіздерге алғыс білдірем. Бас амандық болсын. Игі арман мақсаттарымыз орындала берсін.